Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте нәзік және дәмді болып шығатын сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге сары май қажет. Сары майды осылай ұсақтап турап алып, сосын ұн салып, қолымызбен үгітіп аламыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін төменге описаниеге жазып қалдырдым. Қамырды үгітіп алдық. Енді оған 1,5 пиала қант саламыз және 18 грамм қопсытқыш салып, тағы да араластырамыз. Осындай үгітілмелі масса болады. Енді оған 2 ас қасық қаймақ және 1 жұмыртқаны салып, араластырып қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан соң, оны пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ұзақ уақытқа қоюдың қажеті жоқ. Салмасын дайындағанша тоңазытқышта тұрса болғаны. Салмасына 600 грамм сүзбе, 2 жұмыртқа, толтырмай 2 пиала қант және ванилин қажет. Барлығын араластырып аламыз. Венчикпен немесе миксермен, болмаса шанышқымен де араластыруға болады. Сосын жаңағы тоңазытқышқа алып қойған қамырды бір үлкен және бір кіші 2 бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігін пакетке салып шетке қоя тұрамыз да, үлкен бөлігін жайып аламыз және формаға пергамент қағазын төсеп, формаға орналастырамыз. Қамырды қолмен жайып, шет-шетіне бортик шығарамыз. Сүзбелі начинканы құйған кезде шетіне шығып кетпеу үшін. Начинканы құйып, бетін тегістейміз. Жаңағы алып қойған кішкентай қамырды шамалы ұн сеуіп қайта илейміз. Сосын оны оқтаумен жайып, жіңішке жолақтарға бөліп аламыз. Бәліштің бетіне осылай себет сияқты етіп қойып аламыз да, жұмыртқаның сарысын жағып, 170 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Міне бәліш дайын болды. Өте нәзік, дәмді, хош иісті болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қазір пирогты кесіп көретін боламыз. Міне достар, сүзбелі начинка арасында жақсы пісіп шығады. Баршаңызға ас болсын.